Баршаға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте жұп-жұмсақ әрі томпақ болып шығатын картошка мен пюрешки пісіретін боламыз. Ең алдымен біз қамырын дайындап алатын боламыз. Ол үшін бізге жылы су, жылы сүт қажет болады. 2 шай қасық қант, дәміне қарай тұз және де құрғақ ашытқымызды салып, үстінен 2 шай қасық сұйық май құямыз және де барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Ұнды осылай елекпен өткізіп алып, бірінші қасықтың көмегімен араластырып, кейіннен қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Толық құрамын әдеттегідей астындағы описание бөлімінде қалдыратын боламын. Егер менің каналыма жазылмаған болсаңыз, подписаться басып, каналыма жазылып қойыңыз. Және де қасындағы қоңырауша белгісін басып қойсаңыз, каналыма түскен әрбір жаңа видеоны біріншілерден болып көретін боласыз. Жұмсақ етіп илеп алған қамырымыздың үстінен кішкене ғана сұйық май құйып, және бір рет илеп жібереміз. Сонда біздің қамырымыз бұдан да жұмсақ болып шығады, әрі ыдысымызға және де қолымызға жабыспай тұрады. Енді қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қалдырамыз. Осы аралықта салмасын дайындап алдым. Алдын ала қайнатып алған картоптарымызды осылай шанышқының көмегімен есіп алып, үстінен дәміне қарай тұз бен бұрышымызды салып, жақсылап араластырып қоямыз. Осымен біздің начинкамыз дайын. Енді көтеріліп ашып шыққан қамырымызды алып, пюрешкелеріміздің қамырын жасауға кірісеміз. Бізге осындай үлкендеу ыдыс қажет болады. Ішіне кішкене сұйық май құйып, барлық жеріне толықтай жағып шығамыз. Енді кезекте қамырларымызды дөңгелек пішінге келтіріп аламыз. Қолымызды кішкене майлап, қамырларымызды дәл осылай үзіп ала береміз. Қамырларымыз өте жұмсақ, сол үшін де алынуы оңай болады. Осылай дөңгелек пішінге келтіріп, барлығын жаңағы үлкен ыдыстарымызға жайғастырып шығамыз. Дөңгелек етіп жасап алған қамырларымызды енді жұқалап жайып шығамыз. Қамырды осылай жұқа етіп жайып алып, ортасына начинкасын салып, жақсылап қамырды түйіп алатын боламыз. Қалған қамырларымызды дәл осы әдіспен жасайтын боламыз. Ең алдымен қамырларымызды осылай жұқа етіп жайып алып, салмасын салып, жан-жағын жақсылап бекітіп шығамыз. Осы уақытта табаға май құйып қыздырып қоямыз және де жаңағы түйіп алған қамырларымызды осылай кішкене ғана үстінен басып жайып шығамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін екінші рет қайтадан жайып көрсеттім. Міне дәл осындай қалыңдықта жайып аласыздар. Енді қызып тұрған майымызға осы пюрешкелерімізді салып пісіріп алатын боламыз. Міне біздің пюрешкелеріміздің бір беті пісті, екінші бетін осылай ауыстырып қоямыз. Міне пюрешкеміздің екі беті де қызарып, өте әдемі болып пісіп шықты. Енді бұларды құрғақ тәрелкемізге салып аламыз және де қалған пюрешкелерімізде дәл осылай қызып тұрған майда пісіріп алатын боламыз. Міне достар, біздің пюрешкелеріміз дайын, өте әдемі, жұп-жұмсақ, үлпілдек болып шықты. Үй жағдайында дәл осы пюрешкиді сіз де міндетті түрде жасап көріңіз. Өте керемет, оңай рецептердің бірі. Видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет.